Өмір бойы Шығайбай ешкімге бір үзім нан бермепті. Бір күндері Алдар көсе Шығайбайдың ауылына келіп, киіз артына барып тығылып қарапты. Шығайбай шұжық жасап, әйелі қаздың жүнін түтіп отыр. Үй жинастырушы қойдың басын жуып, қызы қамыр басып отыр екен. Ортада қазан қайнап тұр. Бір кезде Алдар көсе киіз үйге кіріп келіп, «Ассалаумағалейкум» дегенде, барлығы қолындағыларын тығып тастады. «Қош келдің, Алдар, отыр, қонақ бол. Бірақ та үйде саған беретін тамақ жоқ. Жылы лебізіне рахмет» дейді Алдар. «Не көрдің, не естідің?» деп бай сұрақ қояды. «Мен өзім көргенімді айтайын. Саған келе жатқанда жолда үлкен жылан маған қарай ирелеңдеп келе жатыр екен. Мені көре сала, сенің астындағы шұжық сияқты бүктеліп қалды» дейді. «Мен қорыққанымнан үй жинастырушының астындағы қойдың басы сияқты тасты лақтырып жіберіп едім, қыздың тығып қойған қамыр сияқты болып қалды» дейді. «Егер де маған сенбесеңдер, әйеліңнің тығып қойған қазы сияқты мені бүктеп тастаңдар» дейді. Барлығы ашуланып, қайнап тұрған қазанға салып жібереді. «5 ай қайна қазаным» деп, бәр қапақты жауып кетеді. Алдар мен ешқайда асығып отырған жоқпын» дейді. «Демалу алайын». Түнде барлығы ұйықтап жатқанда, Алдар барлығын ұйықтап жатқанда, жайлап тұрып қазандағы еттің барлығын жеп, орнына қызының етігін сап қояды. Түнде бай тұрып, етті жеп еді, қатты болады. «Мына ет әлі қатты ғой, тығып қойыңдар, ертең жейміз» деп ұйықтап қалады. Бай: «Бұны Алдардан қалай құтыламын? Қараңғы қарным ашты, маған күлше пісіріп беріңдерші» дейді. Бірақ та Алдар көрмесін. Алдар көсе бұны байқап қалады. Күлшені ыстықтай байға береді. Бай үзіп жей бергенде Алдар байқап қалады. Сол кезде бай ішіне тығып қояды: «Мен бүгін жол жүремін. Қонақжайлығыңа рахмет» деп байды құшақтайды. Сол кезде байдың іші күйіп қалады. «Ойбай, ішім күйді. Мә, күлшені осыны сен же кет» дейді. Алдар әнін айтып, шығып кетеді үйден. Осы екен балалар ертегіні. Түсіндің бе ме?